Петропавлдың орталық бөлігінде орналасқан Абылай хан резиденциясы мұражай кешені қаланың мәдени көрікті жерлерінің бірі саналады. Музей қазақ мемлекеттілігінің тарихындағы біртуар мемлекеттік қайраткер Абылай ханның құрметіне ашылған. Абылай хан өз резиденциясын бұл қалада 1765 жылы орналастырған. Осы жерде өзге мемлекеттермен, оның ішінде Ресей империясымен барлық негізгі келіссөздер жүргізілген. 1821 жылдың соңында хан резиденциясы бүгінде музейдің бас корпусы орналасқан екі қабатты тас ғимаратқа ауыстырылды. Негізгі корпустан бөлек мұражай кешеніне хан канцеляриясы, мейман үйі мен монша кіреді. 1982 жылы хан резиденциясының ғимараты мемлекет қорғауына алынды. 2006 жылы ғимаратта ауқымды жаңғырту жұмыстары жүргізілді. Жаңартылған мұражай кешенінің салтанатты ашылу рәсімі 2008 жылдың тамызында Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың қатысуымен өтті. Кешеннің экспозициясы келушілерді Абылай ханның өмірі мен қызметіндегі негізгі оқиғалармен таныстырып, көрерменнің бойында патриотизм және өз отанына деген адалдық сезімдерін тәрбиелейді. Мұражай экспозициясы 4 залда ұсынылады. Музейдің бірінші залында Абылай ханның балалық кезі туралы баяндайтын материалдар сақталған. Екінші залда дәстүрлі қазақи стильде жасалған Абылай ханның үй жайы ұсынылған. Үшінші залда орталық экспонат Абылай ханның мүсінін, хандар мен әйел адамдардың киім үлгілерін, тұрмыстық заттар мен қаруды көруге болады. Төртінші зал Абылай ханның белгілі мемлекеттік қайраткер, дана саясаткер, сауатты дипломат және дарынды қолбасшы ретіндегі қасиеттерін ашатын ақпаратқа тұнып тұр. Мұражай қызметкерлері қызықты экскурсиялық бағдарламалар кешенін әзірлеген. Олар Абылай ханның өмір жолы жайлы және қазақ халқының дәстүрлері мен мәдениеті туралы ақпарат береді.